Сәлем достар, біз бүгін лимонад жасайтын боламыз. Лимонды қазір алып келемін қайтадан. Мынау бізде қайнаған су, бұған мен шекер салып қойдым қайнаған суға. Бұл жақсылап араластырамыз, еру керек. Менде қазір лимон бар, то есть апельсин. Осыларды ыстық суға салып қоямыз, чтобы тазару үшін. Бізде мята және терка керек осылар. Достары ары қарай жалғастырып, мен осылай суға салып қойдым. Менде апельсиным дайын болған еді. Енді біздің суға мен қантты да қосып қойғанмын. Бұл еріп кеткен қант. Достар, бізде мен апельсинді осылай тазартып алдым. Ағына дейін ғана тазартасыздар, сарыларын да алып қалу керек негізінде. Сосын міне қайнаған суға жаңағы шекер қосылған, шекер ерген суға цедрасын салып қойдым. Келесі бізде лимонды да дәл осылай цедрасын полный қосатын боламыз. Мен енді осы екеуінің де қабығын алдым. Лимондыкін де қосып жібердім міне. Енді бұл жақсылап тұрып араластырып қоя тұрамыз бұны. Келесі согын шығарамыз қалған ингредиенттердің. Достар, согы шығу үшін осылай істеп алсаңыздар, тезірек согы шығады. Содан кейін жақсылап тұрып барлық согы шығатын болады. Осылай істеп аламыз екеуінде. Сосын аларға қосамыз. Осылай біз пышақпен тесіп аламыз, сосын сығып жақсылап тұрып согының бәрін шығаратын боламыз. Міне енді апельсинді осылай пышақпен істеп алып, сосын сығып шығатын боламыз. Екіге бөліп. Достар, бізде осындай лимонад пайда болды. Сүзіп алғаным жерімді көрсетпедім.